Адамдар ақирет күні барша амалдарына, аузынан шыққан әрбір сөзіне, істеген күнәсі мен істемеген ізгі амалдарының есебін береді. Осы ауыр азап күні келмей тұрып, әркім істегендерін есептеп, таразылау керек. Өйткені есепке тартылмай тұрып, өздеріңді есепке тартыңдар деген сол бір машақаты мен қайғысы мол күнді еске ала отырып, амал дәптеріміздің беттерін адамдардан кешірім сұрап, тазалап алғаным жөн. Барлығының бір тілде сөйлейтін сол күннің жағдайын былайша түсіндіреді. Адамдар үрейлі, қиямет күнінде өздеріне аса қажет болса да, сауаптарын жалған дүниеде артынан өсек айтқан адамдарға береді. Егер оған беретін сауабы қалмаса, сол адамның күнәләрін мойнына алады. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам өз хадисінде «Муфлистің кім екенін білесіңдер ме?» деп сұрады бір күні сахабаларынан. Олар «Муфлис ақшасы, мал-мүлкі жоқ адам ғой» деп жауап бергенде, пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Ол қиямет күні намаз, ораза және зекет сауаптармен қатар амал дәптерінде ананы мазақтап, малаған жала жапты, біреудің мал-мүлкін жеп, екіншісін ұрып соқты деп жазылып, өзгелердің күнәларын арқалап келген адам. Оның істеген жақсылықтарының сауабынан анаған-малаған өтеледі. Егер мойнындағы қарыздары бітпей тұрып, ғибадаттары мен істеген жақсылықтарының сауабы таусылса, олардың күнәларынан алады, тозаққа тасталады деп жауап береді. Осыған орай Хазіретті Хасан Басри былай деген: егер өсек айтқың келіп, қиналып бара жатсаң, ата-анаңды өсекте, ең болмағанда ақыретте сауабың оларға берілсін, немесе олардың күнәсін аласың. Мына дүниенің өсегі тозаң сияқты, айнасын жауып қалады. Сен ақыл есіңді жинада, үндемей жүруді әдетке айналдыр, дейді ғұлама Мәулана. Алланың мейіріміне бөленіп, ерекше қуанышқа кенелгісі келетіндердің ерекшелігі өздеріне қарсы істелген неше түрлі қастандықтарға кешіріммен қарауында. Өйткені кешірім беру арқылы өзіміздің кешірілуімізге жол ашамыз. Уа Раббым, көңіліміз бен тіліміз Алланың хикметімен сырларының айнасы болсын. Ол жерден барша жаратылыс аталуға мейірім, шапағат, кешірім, игілік пен жақсылық жайылсын. Бізді дүниенің нығметінен құралаған қалып, ақыретте жарлының күйін кешетін құлдарының қатарынан қосылудан сақтай көр. Әмин.